мен мұсылманмын деп бір-бірін өлтіріп атты, қандарын төгіп атты. Бұл бірінші топ мүгедегі Ербол Әпенов. Жасында жарақат алып, екі көзі бірдей су қараңғы болып қалған. Қиындыққа көндіге алмай, қоғамға кектенді. Түнектен алып шығар сәулені бүлікшілер ордасынан іздеді. Шам жерінде қарға құзғынға жем болған мүрделердің арасынан зұлымдықты дәріптеді. Надандығым, көз соқырлығым, сол білім болмағандықтан салафизм ағымының кесірі осы мен түрмеге келуіме себеп болды. Ұлытау, 300-дің басын қосқан, бабаларымыз ұлттың келешегін ойлап, бірліктің туын түккен қасиетті мекен, баһадүрлердің елі. Бұнда тарихи шешімдер қабылданған. Бірақ ширек ғасыр бұрын Жезқазған облысы жабылып, дамуы туралағанда жастарда есеңгіреп қалды. Ұлытау аймағында халыққа дұрыс діни ақпараттың қай жақтан алуға болатын көздерін, қайнар бұлағын ашып көрсетуге жұмыс жасап жатырмыз. Тұрғындар демократиялық зайырлы құндылықтардың орнына орта ғасырлық тәртіп пен аласапыран келеді деп алаңдайды. Бұндай процестер әлемдегі басқа да мемлекеттерде болған. Егер біз бүгін зайырлы дәстүрлерімізді жоғалтсақ, азаматтарымыздың үміт отын жоғалтамыз. Зайырлық атеизм емес екенін де айтып жатырмыз халыққа түсіндіріп. Ербол қарапайым отбасында дүниеге келді. Үйдің тұңғышы, екі бауыры бар. Ата-анасы еңбек адамдары. Ол бозбала шағында жанарынан айырылды. Үмітсіз диагноз, көңілінде тас болып қатты. Қалаған оқуына түсе алмай, Алматыдан кері қайтты. Берекемен танысып, жұптары жарасты. Үкімет қолдап, Ербол массаж кабинетін ашты. Стресс болды, депрессия болды, жаңағыдай көзім ауырғаннан. Өзімді андай отбросы общества сияқты сезіндім сол кезде. Менде білім болған жоқ ондай. Дарын деген бір адам болды. Дарын бар, оның лекциялары ашық таратылып жүрді. Материалдық жағынан ғана эмоция болды. Адам өзі намаз оқып бастағаннан кейін жаңағыдай ой келеді, шариғатпен өмір сүру деген. 2014 жылдары Ерболдың кәсібі дөңгеленіп, табысы артады. Бұл уақытта оның таныстары радикалды идеологтардың ықпалымен фанатизмге ұрынады. Таяу шығыстан зұлымдықты таратады. Өздерінің жолын ақиқат деп, қазақтың болмысымен алысады. Ұлттың тарихи тамырына у құйып, жадын жаралайды. Ерболды өркениеттен бездіріп, өшпенділіктің ордасына тартады. Әділдік болады деп ойладым. Яғни по отношению жаңағыдай нелерге, инвалидтерге. Аяқ астынан күтпеген жерден квартира болды, ақша болды. Бірақ оның бәрін кейін уақыт өткеннен кейін мен түсіндім, оказывается, оның бәрі алданыш екенін. Салафи бағыттағы, яғни Абдул-Вахабтың несі бойынша сабақ берілді. Егерде кім мұсылманды мұсылман емес деп есептесе, ол кәфір деп жаңағыдай сол қатты идеология жүрді. Такфиризммен ауырып тұр ғой, цепной жаңағыдай такфиризм деп кете береді уже. Ауру сияқты да адамға жұғатын. Бір адамнан екінші адамға жұқса, ол бүкіл қоғамды да кәфірге шығара береді. Оның артында уже оның қанын, оның имуществосы дейді жаңағыдай нелерін бәрін өзіне дозволять ете береді уже. Жезқазған, Сәтпаев қалалары, жалпы Қарағанды облысын феноменологиялық тұрғыдан қарайтын болсақ, кейбір тұлғалардың уағыздарының әсер еткендігін байқауға болады. Дарын Мұбарактың тұлғасымен байланысты бұл нәрсе. Діни негіз қалыптастырып берді. Олар ары қарай өздерінің діни сауаттарын ашуға ұмтылған кезде олар интернет желісіндегі Надир Абухали, Саид Бурятский деген сынды радикалды діни уағызшыларға тап болды. Таухид мәселесін осы интерпретациясына аса назар аудару арқылы олар қылмыстық әрекеттерін ақтап алып жатады. Мұхаммед ибн Абдул-Вахабтың үш негіз атты еңбегіне келіп тіреледі. Ислам терроризмге қарсы дін. Басты құндылығы адам, даналық, мейірім.
Ал таяу шығыста шатақ шығарған псевдосалафизмнің дінге ешқандай қатысы жоқ. Сыртқы күштердің саусағына маталған ағым буквализмге негізделген. Аят хадистердің астарына, мақсат мұратына үңілмейді. Терминдерді бұрмалап, діни сананы бөлшектейді. Сол арқылы қоғамды жіктейді. Толеранттылықты тіксінген тікенек іспеттес. Салафизм деген ол бір ғана келбетті адамдар емес. Хараджа деген сөзден шығады, яғни шығу. Кімге қарсы шығу? Билікке қарсы шығу. Хариджия деген пайғамбарымыздың кезінде болған ағым. Пайғамбарымыз айтқан, бұлар нағыз оңбағандар, бұлар ертең тозақтың иттері деп қатты айтқан сөздері бар да. Соқыр тауыққа барлығы бидай демекші, біреу арабша керемет сөйлеп тұрса болды, ойбай осы ғалым деп ойлай береді да. Әр нәрсе өзінің негізіне қайтады түбінде дейді. Все возвращается к своей основе. Адасушы ағымды ұстанса да, не десе де, бұл бәрібір ол қазақ та, ол қазақилығына қайтады бәрібір. Түбінде қазақилығына оралады. Қан төгу мәселесі неден басталады? Қайта бір-бірін кәфірге шығара бастағаннан басталады. То есть Аллахтың дінімен дұрыс өмір сүрмей, сен мүгедексің, сен мына жерде өмір сүріп жатқаннан кейін отсиживающийлар бар деді. Соғыспай жүріп, қашып жүргендер, жаңағыдай көмектес жасамай жүргендер, соларға что позор ретінде сен видеоға түсуің керексің деді. Ойлансын, намыстансын деген сияқты мақсатта. Мен айттым, мен соғысамаймын ғой мен. Осылайша Ербол ардан айырылған, арам дүниеге қайырылған жетесіз тобырдың сапына адам тартты. Терроризм атты тажалды насихаттады. Дәл осы бейнеролик сотта оның қылмысын дәлелдеген айғақ болды. Ой, қалай ботамамыз. Қалың жылы. Жақсы. Денсаулығы. Жақсы, Аллаға шүкір. Өзің қалайсың? Аллаға шүкір. Жарым сол кәм. Дәу болып кетіпсің ғой же? Баласы соғыста жүрген ата-ананың бейнеті көп. Әкесі ұлының соқыр сенім жетегінде кеткеніне сенбеді. Күтті, бірақ жүрегі шыдамады. Тоқтады. Ал анасының жүзіндегі терең әжім, уайыммен өткен өмірдің ізі. Бір жағынан баламның жақта, бір жағынан жолдасым қайтыс болып жатыр. Мен әйтеуір, білмеймін, бәрі айтады ғой, сен қайта мықты екенсің дейді, маған айтады. Осының бәріне шыдап жүрген дейді. Оңай емес. Өзім естірттім ұлыма. Папаң қайтыс болды, ешкім айтпапты да. Жылады. Жылайды ғой енді әкесін көрмей кетті ғой енді бір 4 жыл 5 жыл көрмей кетті ғой. Ол шыққанша мен тірі болам ба, өлі болам ба, бір құдай білсін. Немерелеріне қарап, келініне көмектесіп, 6 баласын жалғыз өзі бағып жүр. Осы келінімнің қас-қабағына қарап отырамын, шын айтқанда. Ерболдың анасы қазір немерелерін көзден таса қылмайды. Келіні үй шаруашылығында. Бәрі көрші тұрады. Ең бірінші ойлаймын, білімсіздіктен сол нәрсеге ұшырадық деп. Кешірім сұрадық әрине, сол зар жылатып кеткеніміз үшін. Ербол лаңкестерге неге ерді? Бұл сұрақ көпті мазалайды. Содырлардың сойылын соққанда ол ақыл тоқтатқан жаста еді. Бұл қылмысқа кедейлік итерді деуді артық, өйткені жеке кәсібі болды. Қазақстан тарихын дұрыс меңгермегеннен деп есептеймін. Өйткені дін ол ата заманда келген. Кезінде білеміз, Атлақ шайқасы Қытайлар мен арабтар соғысқан кезде. Жамбыл облысында сол жерде қазақтар настаране болды, яғни қарап. Сол арабтар жеңгеннен кейін қазақтар өз еркімен қабылдаған. Қаншама медреселер, қаншама оқу орындар, қаншама мешіттер Аллаға шүкір ашылып жатыр, имамдар бар. Сұрақ мазаласа, егер нетсе, солардан барып алған дұрыс деп есептеймін. Салафизм ағымы ойларын іске асыру мақсатында дінді қолданады. Сирия соғысы Ерболдың өміріндегі қасіретке толы тарау. Санасынан сылып тастай алмайды, бірақ өзгелерді радикалды идеологиядан айықтырар ой айта алады. Теологтар оңалту жұмысын тарихты танудан бастапты. Тегін білген ұрпақ ұлттың ұлы, ал руханиятынан ажыраған мәңгүрт радикалды идеологияның мәңгі құлы дейді.